Барлықтарына салам достар, сендермен бірге, как обычно, мен Духа. Достар, тақырыптан байқап тұрғандарындай, бүгінгі видеода бізде админнің настройкасын сливать ететін боламыз. Сондай-ақ админнің ПК-дан ойнайтын настройкасын, яғни оттяжкасын барлығын бүгінгі видеода бізде телефоннан тексеретін боламыз. Сондықтан видеоның соңына дейін қарап кетіңдер, ал ендеше біз көп созбай видеомызды бастаймыз. Тренировкаға оттяжка тексеруге кірген жайымыз бар. Енді қазіргі уақытта бізде өзіміздің, яғни жаңағы өзімнің бұрынғы настройкам қалды, яғни Free Fire'дан видео көп шығармағандықтан менде настройка бұрынғыға ауысып кеткен болатын. Так, енді қазір осы жерден қарайтын боламыз, қандай пистолет оружие анамнан алатын боламыз. Қазір дигл алу керек. Так, ашылды міне. Қазір бізде осы жерден двухстокка, сосын диглды алдық. Енді бізде так UMP-ді аламыз. Все. Енді әдемі. Енді кім админ дейтін бізде осы двухстокканың король емес пе? Так что бүгінгі видеода соны тексеретін боламыз. Ат қоямыз. Короче, бұрынғы настройкам өтпей жатыр. Короче, фигня настройка болып тұрған бір сөзбен. Даже басқа көтеріп тұрсам да ашпай жатыр. Оны қарасаңдаршы, не деген жаман настройка мынау. Бұндай әлемнен бұндай жаман настройка көрмеген аламын ғой мен. Енді былай хотя бы енді ұшырып көруге тырысамыз, бірақ бұл сонда да ұшпай жатқан жай бар. Енді қазір бізде осы жерде админнің настройкасын қоямыз да, админмен қалай және де бізде былай қалай оттяжка ұшатын, админмен қалай оттяжка ұшатын, короче, қазір тексеретін боламыз. Ал көріп тұрғандарыңыздай бізде настройкадан кейін оттяжка дұрыс ұшпай тұр, себебі бізде қазір настройканың кейбір жерлерін тағы ауыстыратын боламыз. Міне, короче, осындай настройканы скриншот жасап қарайсыздар деген ойдамын. Енді астыға қарай істейміз да, мынаны свободно камераны 53-ке қойық, 53-ке қойдық. Енді нормально ұшу керек. Бізде міне қараңыздар, сіздердің көздеріңізше уже UMP-мен де былай да ұшып тұр. Енді бұл тек қана басқа беретін настройкалардың бірі. Уже қараңыздар, диглмен даже жақсы ұшып жатырмыз. Енді қазіргі кезекте бізде UMP-мен тағы да двухстокка деген секілді, міне қараңыздар, чисто қып-қызыл кетіп жатыр ғой. Осы негізі мен ПК-дан тексерем ба деген ой болған, бірақ ПК мысалы настройкасы дұрыс болмағаннан кейін ол жақпен ойнамадым. Енді ПК-дағы настройканы телефоннан тексеру деген енді бір басқашалау болып кеткенде, сондықтан енді осы телефонмен тексергенде бұл жақсы деген ойдамын. По идее, осы телефонды да былайша дамытып, және де ПК-ны да былайша дамытсақ болады. Енді бұл телефон болғандықтан енді ПК деген ПК-дағыдай полный қызыл шу бізге тиісті емес. Бұл пока что нәрсе, так что бұны осылай, короче, қарап атсып жүрміз. Не қараңыздар, нормально тұрып, по идее, міне. Енді бұнымен смело рангты, любой нәрсені шашсаңыздар болады. СНС-ті проверка өткен кезде не болмаса, тағы да басқа да кез болатын болса, осы настройканы қолданып кірсеңіздер болады. Ал енді тренировкадағы адамдармен атысып көрейік. Қазір кірдік тренировкаға. Бізде UMP мен дравашымыз бар. Ой, бұны кірмей қалды ғой. Қазір тағы да бір рет кіріп кетейік. Так, екінші попытка достар, өзіміз нейтралдың өшіріп тастаймыз да кірейік. Әйтпесе тағы баг етіп қалар. Так, кірдік па, кірмедік па? Тағы да оқалды ма солай? Так, уже кіріппіз. Қазіргі уақытта бәрін тексеретін боламыз. Уже атамай жатырық. Уже менің немемді алып кетті. Қалай килымды ұрлап кетті, тағы да менің килымды ұрлап кетті. Короче, менің килымды барлығы ұрлап жатыр ғой. Қазір сіздермен бірге бір әдемі нокаут жасап тұрып көреміз ғой.